Қос ұжым осыған дейін өзара 24 матч өткізіпті. 11 мәрте елордалықтардың мерейі үстем болса, 5 рет алматылықтар жеңісті тойлаған. Ал 8 матч тең нәтижемен аяқталған екен. Осы уақытқа дейін кездесулерде Астана ойыншылар 38 гол соқса, Қайрат 25 мәрте қақпадан саңылау тауыпты. Яғни голдық айырма алдыңғысының пайдасында. Президенттік клубтың ең үлкен жеңісі 6-1 болса, тиісінше халықтық команданың мұндағы көрсеткіші 2-0. Бұл статистика әзірше елордалықтардың басым екендіктерін дәлелдеп тұр. Бірақ Кахабер Цхададзе шәкірттері бұл турда барын салары анық. Себебі мұнда жеңілсе чемпиондыққа талас тағы бір жылға шегерілмек. Ал Ақтөбе Оқжетпеспен осыған дейін 33 мәрте кездесу өткізген екен. Мұндағы жеңістің көпшілігі батыстық ұжымда. 23 рет 3 ұпайды қанжығаларына жазған. Ал көкшетаулықтардың еншісіне небәрі 5. Тағы 5 кездесу тең аяқталыпты. 66 гол соққан ақтөбеліктерге Оқжетпес 28 рет қана жауап бергендігін де айта кетейік. Доп айырмашылығы айтарлықтай. Бұл маусымда қос клуб 2 мәрте ойын өткізді. Оның алғашқысында Ақтөбе өз алаңында қабылдап минималды есеппен басым түссе, Оқжетпес Көкшетауда 4-1 есебімен ойсырата жеңген. Осы турда Владимир Муханов шәкірттері тағы да өз жерінде қабылдамақ. Бірақ Ақтөбенің де соңғы турларда ойыны керемет жүруде. Бұл факторларға қарап тең есептің тіркеліп қалуы әбден мүмкін екендігін жасырмаймыз. Үшінші орын үшін талас қыза түскен кез, Ертіс бұл күні Ордабасын қабылдайды. Өзара 39 матч өткізіп үлгерген екен. Оның 18-і керекуліктердің пайдасында, ал 15-інде шымкенттіктер үстемдік танытқан. Айтарлықтай басымдық байқалмайды. Тең ойындар саны 6. Бірақ соғылған доп көрсеткіштері бойынша Ертіс алда. 52 рет қарсылас қақпасынан саңылау тауыпты. Ордабасы болса 35 мәрте. 2016 жылы қос тарап 2 матч өткізген болатын. Өз алаңдарында әр ұжым 2-0 есебімен жеңіске жеткен еді. Павлодарлықтар соңғы ойындарда өткен жылғыдай сылбыр қимылмен есте қалуда. Бақтияр Байсейітов шәкірттері болса керісінше соңына дейін күресуді жөн деп санағандай. Сондықтан бізді керемет матч күтіп тұр. Аймақтысы үздік үштікті түйіндемек. Енді Ақжайық тобыл кездесуіне тоқталсақ, бір-бірімен 19 матчта жолдар түйіскен кездесудің небәрі 3-еуінде ғана оралдықтардың мерейі үстем болған. Ал 14 ойын қостанайлық ұжымның пайдасына аяқталыпты. Сондай-ақ 2 матчта тең есеп тіркелді. Одан бөлек голдық айырмашылығы жағынан да Ақжайық өте аз мөлшермен тұр. Бар болғаны 11 рет нысананы дөп көздеген екен. Тобылдың бұл жағынан үстемдігі айқын байқалып тұр. 48 соққы жемісті аяқталған. Мынадай статистикаға бір үңілсең, Омар Итетразе шәкірттері бұл турда жеңіске жетеді деп сенімді пікір келер еді. Бірақ Ақжайықтың қатарынан қос бірдей ойында жеңіске жеткендігін естен шығармауға қажет. Соңғы қос кездесуде тобыл ойыншылары 3 ұпайға ие болды. Ал бұл ойында минимал есеп тіркелетін секілді. Турнирлік кестеде қатар келе жатқан Тараз бен Жетісу сенбі күні күш сынаспақ. 52 матч өткізілген. Мұнда да айқын фаворит жоқ. 22 рет Тараз жеңсе, 20-сына Жетісудің асығы алшысынан түсті. Ал 10 ойында жеңімпаз анықталмаған. Гол айырмашылығы 76-та 57, жамбылдық ұжымның пайдасында. Ағымдағы жылғы 2 ойында да талдықорғандықтар жеңісті жұлып әкеткен екен. Сырт алаңда да өз алаңдарында бір ғана доп айырмасымен үстемдік таныта білді. Бұл турда нағыз мықтыны анықтамақпыз. Әзірше Жетісуда сәл ғана басымдық бар. Тағы бір тең қарсыластардың бәсекесіне ауысайық. Соңғы матч Атырау және Шахтер арасында өрбімек. Өзара кездесулер саны 39. 14 рет мұнайшылар жанкүйерлерін қуантса, 16-сына кеншілер жеңісті уысынан шығармады. Ал 9 ойындағы табылы көрсеткіші тең. Кішкене ғана Шахтердің басымдылығы көрінеді, бірақ батыстықтар дәл қазіргі сәтте жеңіске жақындау ұжым. Оған қоса өз алаңдарында қабылдайтындығы бар. Команданың соңғы 3 кездесуі тең аяқталыпты. Оның екеуі осы жылы өтті және 0-0 есебімен тәмамдалғандығы белгілі. Сондықтан қос тарап бұл көрсеткіштерді жаңартуға тырысады. Алайда тағы да тең нәтиже келіп қалуы ғажап емес.